Ассалаумағалейкум достар, қазіргі таңда көптеген адамдар менен сұрайды, алпамыс не болды, Дикий Даниярмен бой бола ма, болмай ма? Жоқ, әшейін Данияр Дарабоз жана Мапоқпен шыққан екен, сен соның үстіне хайп ұстап, жана просмотр үшін сондай видео жасадың ба, вызов не болды деп жатыр. Достар, Дикий Даниярда мен ешқашан қашқан емеспін. Бой 100% гарантия болады. Барлығы неден басталды, сол туралы айтып кетейікші. Мен Дикий Даниярға ешқандай қарсылығым жоқ еді. Базар жоқ, ол Мапоқпен шықты, красавчик, базар жоқ, жеңді. Бірақ жеңгеннен кейін Мапоқты жеңдім деп звездовать етіп кетті ма, өзін блогерлердің қатарына қосып қойды. Біріншіден, екіншісінен өзіне слабый соперникті іздеп жүрді. Өзіне сразу бой біте салмен блогерлермен шығу керек деген сияқты әңгімелерді айта бастады. Екіншіден, жаңағы жеңген адам наоборот вызов қабылдаудың орнына бұл өзі вызов тастап жүрді. Еще и весі кішкентай, арықтау біреулерді іздеп жүр. Мысалы ретінде мен Сампоға тастаған вызовын айта аламын. Екеуміз шығайық. Салмағын ше, салмағын. Екеуміз блогеріміз ғой, шығайық. Блогермен блогер шығу керек қой. Салмағын ше, салмағын ше, салмағын. Ой, салмақ өлшеде қарамай. Мен бұл жерде слабый соперник деп Сампоны төмендетіп жатқан жоқпын, немесе Сампоның дәрежесін барлығының көзінше түсіргім келмейді. Бірақ Сампо өте дұрыс жасады. Сенің весің қанша деп. Өйткені, Дикий Данияр Дарабоз да боец емес, Сампо да боец емес, бірақ қанша дегенмен вестері өте үлкен разница береді. Мысалға, менің өзім қазір Сампомен шығатын болсам, барлығы сөйлейді маған, қойсайшы, брат, өзіңе лайықты біреуді тапсай деген сияқты. Сондықтан да мен бұл жерде осыны көріп, Дикий Данияр Дарабозға вызов тастадым. Мен видео салған екен, ол өте үлкен просмотр жинады. И елдер менен сұрай бастады. Алпамыс, сен сондай күшті болсаң, өйтіп видео жасамай, неге сонымен прямой эфирге кірмейсің деп. Өйткені енді елдерге қызық қой, бір-біріне сөз таластырып, бір-біріне әркім өз мнениясын айтқан. Сондықтан да мен мақұл деп Дикийдің TikTok'та прямой эфиріне кіріп, мені қабылдашы деген қанша рет жазуымды оқымай, одан кейін мен оның адамдарынан сұрадым, айналайындар, айтыңдаршы маған Алпамысқа тіркелсін деп. Өйткені бір-біріне тіркелген адамдар ғана эфирге қосыла алады да. Сондықтан да әрең дегенде тіркетіп, зорға дегенде эфиріне қосылып ек, оның маған айтқан сөзі, қазір артық дүние айтатын болсаң, мен сені заблокировать етем деген сөз еді. Кейін действительно мені заблокировать етті, эфиріне кірамайтындай қылды. Сөйтіп мен ойладым, мақұл, қоя салшы, мүмкін қорыққан шығар, мүмкін вообще шыққысы келмей жатқан шығар, мүмкін мен сенбей жатқан шығар, неше түрлі дүние болады ғой. Жарайды деп қоя салғам. Сөйтсем, бұл менімен эфирге кіруден қашып, жеке өзі мен туралы неше түрлі дүниелерді айтады екен. Ой, Алпамыс слабый ол, менің деңгейімде емес, Алпамысты бір удармен ұйықтатам, тіпті жақында Алпамыс мен даже саған дайындалмайым деген әңгімелерді айтып жүрді. Кейін мен болмаған соң эфиріне кіріп астына жазып жібердім. Не болды? Айтса, қабылдасаң қабылдаймын деп, қабылдамасаң қабылдамаймын деп. Сөйтсем, бұл маған организаторларға хабарлас деген сөзді айтты. Сөйтіп мен ақыры бұл организацияға хабарлас деген екен, мен организацияға хабарластым. Мен олармен сөйлестім, мән-жайды түсіндірдім, не болды, қалай болды, қанша просмотр жинап жатыр, жалпы елдерге қызық па бұл дүние. Олар ойлана келе, міне кеше ғана маған жауабын берді. Давай Алпамыс осы дүниені жасайық, барлығын келістік. Енді Құдай қаласа, егер Дикий Данияр Дарабоз бірдеме шығарып бойдан қашып кетпейтін болса, 100% гарантия бой болады. Бірақ көпшілігі айтып жатыр, ой, Алпамыс, сен жеңіліп қаласың, просто потому что бір фактор бойынша вес. Ол дәу, ол семіз, ал сен кішкентай, сен арықсың дейді. Бой жағынан емес, бойымыз ұзын, менің де бойым. Бірақ просто вес жағынан сен жеп қояды дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кім жеңіледі, кім жеңеді? Жалпы көзқарасыңыз қандай? Жалпы менің бұлай бойға шыққан дұрыс па, бұрыс па? Міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздерші, достар. Және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бүкіл мән-жайды осы YouTube каналға салып отыратын болам.